Сәлем достар, бүгін сіздермен күнделікті шаш күтімі туралы айтамыз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Күн сайын шаш шаюға арналған кондиционерді қолданудың қажеті жоқ. Өйткені ол шаш құрылымында жиналып, оны ауырлатады. Жуғаннан кейін ұштарға жұмсартатын қорғаныс спрейін қолдану жеткілікті. Күн сайын шашты жуған кезде оны дұрыс құрғатыңыз. Егер сіз оны күн сайын шашыңыздың фенмен кептіріп болмаса, утюжокпен сәндейтін болсаңыз, шашыңызды айтарлықтай бүлдіресіз. Бұл құрылғыларды аптасына 2 реттен артық қолданбаған жөн. Егер сіз таңғы ас ішіп макияж жасасаңыз, шаш табиғи түрде кепкені жақсы. Шашыңызды тарауға ерекше назар аударыңыз. Жуудан бұрын оларды мұқият тарап алыңыз. Жуғаннан кейін керісінше олар толығымен құрғағанша күтіңіз. Егер сіз дымқыл шашты тарасаңыз, ол созылып сынғыш және әлсіз болады. Егер сіз шашыңызды күнделікті жуатын болсаңыз, демалыс күндері оларды жұмыртқаның сарысы, бал, айран немесе косметикалық майларға негізделген қоректі табиғи маскалармен күтім жасауды ұмытпаңыз. Шашты ұзағырақ таза қалпында сақтау үшін не істеу керек? Күнделікті жуу болмаса да шаш жақсы көрінуі мүмкін. Мысалы, құрғақ сусабындар майды сіңіреді, ал шаш таза және көлемді болады. Егер сіз таңертең өзіңізді құрғақ сусабынмен мазалағыңыз келмесе, оны кешке жатар алдында шаштың тамырына себіңіз. Түнде себуін белсенді түрде шығарылады. Соның алдын алу үшін құрғақ сусабын жатар алдында себу әдісі шашты ластанудан қорғайды. Шашыңызды ыстық суға жуып тастамаңыз. Бұл бас терісін құрғатады, майдың белсенді өндірілуін ынталандырады. Шаш тезірек ластанады. Сусабын құрамында жалбыз қалақай, түймедақ шалфей, теңіз балдырлары немесе жожаба сығындылары болса жақсы. Олар май шығаруды азайтады және майлы шашты күтуге жарайды. Шашты үнемі жуып тұруды ұмытпаңыз. Өйткені оның тістерінде шаң, май және шашты сәндеуге арналған көптеген заттар жиналады. Сіздермен бірге Адамант тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.